Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кәдіден, яғни кабачкиден оладьи жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен бір осындай кабачкиді аламыз. Сыртын бәрін тазартып, ішін бәрін алып тастаймыз. Және де осындай үккіштің үлкен бөлігіне өткізіп шығамыз. Енді кабачкидің үстіне біз жаңағы бір шай қасық тұз қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Және де бір шетке ысырып қоямыз. Жаңағы бізде суы шығу қажет. Енді ыдысымызға осындай ас көктер турап аламыз. Мен көк пияз алдым. Және де бір дана осы чеснокты үккіштен өткізіп қосамыз. Үстіне бір жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бір кабачкиға бізге бір жұмыртқа кетеді. Егер екі кабачкимен істейтін болсаңыздар, онда екі жұмыртқа қосасыздар. Міне менің кабачкимнің осылай суы шықты. Әбден осылай суын осылай ажыратып аламыз. Осылай қолдың көмегімен суынан ажыратып аламыз. Енді жаңағы ас көгімізді үстіне қосамыз. Бәрін біркелкі болған араластырып аламыз. Енді үстіне шамамен 5-6 қасықтай ас қасықпен ұн қосамыз. Жақсылап тұрып біркелкі болған араластырамыз. Енді табамызды отқа қоямыз. Астын толықтай жабатында май құямыз. Қыздырып алғаннан кейін барып, біртіндеп бір ас қасықтай осындай кабачкимізді, оладьимізді салып шығамыз. Орналастырамыз, формасын келтіреміз. Осылай қуырамыз, асты қызарған кезде ғана аударамыз. Енді іші толықтай пісуі үшін бетін кішкене жауып қоямыз. Міне менің оладьиларым толықтай пісті, екі жақ қызарып пісті. Енді ала беруге болады. Біздің оладьиміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын достар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі кездескенше.